Құрметті көрермендер, сізде балаңыз сұхбат берсін десеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Жұлдыздар академиясы әрқашанда ашық. Келесі жұлдыз ол сіздің балаңыз болуы мүмкін. Сәлем, бізді көптен күткен, не болмаса кездейсоқ көп болған көрермендеріміз. Біз бастаймыз. Есімің кім? Гүлжазира. Сержан. Қайырлы. Маша. Шоғла. Телемерім Нұржан қызы. Аяулым. Адина. Ернар. Асылхан. Абжан. Саған ұшағың қанатшылар бітсе. Қайда ұшып кетеді? Мен Астанаға ашам, Жұлдыздар академиясын толықтырып, осымен реклама жасап, күшті видеолар түсіретін едім. Мен ауаға ұшып, бүкіл әлемді көріп келетін едім. Мен Астанаға келдім. Не істейсің ауыл жерінде? Періштелерді көремін. Өзімді бұл жаққа басқара алатын едім. Мен әлемнің сыртындағы қандай ғаламшарлардың барлығын көріп шығар едім. Мен Алматыға істейтінмін. Өйткені Алматыда бәрі қызық бар. Алматыға. Икем аяқты блогерлер көп жүреді. Мен солармен суретке түскім келеді, видео түсіргім келеді. Маған Астана ұнайды. Астанаға ұшып кетер едім. Қырағылжан, аспанда ұшамын ба? Ақтауға. Ақтауға? Неге? Сол үшін. Мен ұшағаным болсам енді мысалы Алматы, Астана. Жалпы өтірікті қандай жағдайда айтуға болады? Өтірікті керек кезде және достастыру үшін өтірік айтуға болады. Өтірікті, мысалы, ол қателік нәрсе болып қалса, ол жаман нәрсе болып қалса, сол кезде өтірік айтуға болады. Өтірікті біреу ұрысқанда, немесе біреумен ұрысып қалғанда айтуға. Пайдасы тиетін, өзіңе емес, өзгеге де пайдасы тиетін өтіріктерді айтуға болады. Өтірікті мысалға, шындықты айтқан кезінде, жібермей отырған кезінде алдап кіріп алуға болады. Кірмей жатқан кезінде алдап алып алуға болады. Видеолардың арасынан айтуға болады. Мысалы, түсіріп жатқан жерінен. Өтірік біреу бірдеңе десе айтасың, өтірік айтасың. Мысалы, бастығың болады, оның айтқанын уәдесін аласың, сай келмейді уақытын алып қойдым деп, мысалы, өтірік айтып көріп. Одан кейін барып алуға болады да, уақыт болғанда. Сондай жағдайда. Сондай жағдайда. Қатты бір қобалжыған кезде, сол кезде айтып қоятындар да болады, бірақ айтуға болады негізі. Актер деген кім? Өзі ютуберлер сияқты бір нәрсені жіберіп, осындай танымал болған адамдар. Актер деген, қалай айтсам болады? Актер деген актер. Актер дегеніміз киноға түсетін адамдар. Актер ол сахнаның сыртында басқа адам и сахнада басқа адам рөлін ойнай білу керек. Өз өмірі қарапайым болса, ал мынаяқта сахнада ол рөлге кіріп ойнау керек. Актер дегеніміз блогерлер ма? Актер, блогерлер ма? Актер деген сурет. Актер дегеніміз ол кино көрсетеді, сондай. Актер деген сондай. Актер деген өзінің келбетін, бейнетін барша халыққа шығаратын, қуанышында, мұңды жерлерінде қатты өзін шығара алатын, халыққа өте көңіл беретін маман десем де болады. Кино түсіресің, кинода жүресің, кино түсіргеннен кейін өзің пайда да табасың, кинода да дұрыстап ойнайсың, өзің ұялшақтығыңды жоясың, киноның мәнерін келтіріп түсірсең, жақсы болады. Актер өлең айтады, выступать етеді. Актер деген мен үшін өзін суретін көрсетіп ойнайтын адам. Актер дегеніміз ол киноға сататын, медалдарды алатын адамдай. Жақсы актер болу үшін не істеу керек? Не маңызды? Жақсы актер болу үшін жақсылап дайындалу керек. Мысалы, танымал болу үшін жақсылап дайындалып, және сол нәрсеге үйреніп, сөйтіп видеоны блогер қылып түсіре беру керек. Сөйтіп көбірек түсірсең, солай танымал боласың. Ол кезде эмоцияң маңызды, өзіңді қалай ұстайсың, қалай сөйлеу керек, қалай айту керек. Мықты актер болу үшін актерлікті оқып, сол тәжірибе керек. Камераға қарамай өз-өзіңді дұрыстап сезіну керек. Камераның алдында батыл болу керек. Оқу керек, білім алу керек, и жақсы болу керек. Актер болу үшін көп еңбектену керек, сынақтардан өту керек. Әрбір киноның алдында өзінің сынағы болады.
сол ережелерін түсінбей ұрынбай өтсең, значит, киноға түсіре аласың. Актер болу үшін қысылмай отыру керек. Адамдар сұрақ қойған жауабына тез жауап беру керек. Мысалы, менде қазір араларында қобалжу болып жатыр, сұрақтарыңыз білмей жатырмын араларында. Сондай да болып қалуы мүмкін. Мықты актер болу үшін көп еңбектенуі керек, жаттығу жасап, сөздерін үйренуі керек. Тренироваться ету керек. Үйде ақшаны кім істейді? Папам Мамаңа бермей ме? береді, бірақ анда-санда. Папа, мама, Қайсысының ақшасы көп? мама. Үйде ақшаны мамам. Үйде мамам істейді. Папам ақша табады. Мама істейді. Папа да істейді. Менің үйімде ақшаны апа ұстайды. Апа ұстайды, иә? Я апаны ақша азда, ағадан апаның ақшасын ұрлап алады ғой. Әкем. Анам соны алып ғой. Үйде ақшаны енді әкем, анам ұстайды. Енді екеуі қатар ұстайды кемде. Үйде ақшаны анам мен әкем ұстайды. Көбісін қайсы ұстайды? Көбісін мама ұстайды. Мама ұстай ма? Значит, үйде мама Хозяйка. көшеде кетіп бара жатқанда көп ақша тауып алды. Не істейді не? Көп ақша тауып алсам, оны ата-анама беріп, көп мысалы өзіміз дарбаза құрамыз ғой, үйде жағдайын жасап солай беретін. Оны мама беремін. Немесе өзім жаратқан. Машина алып или бизнес өзіме қосырып. Сол алып, соны жұмыс істеймін. Ал егер оның егесі келіп, мен ақшаны тауып алған, сен екесің ғой десе, сен ол кезде құртып қойдың ақшаны. Не істейсің? Айтам, мен сізге оны қайтарып беремін. Мен көп ақша тауып алсам, үш рет кімдікі деп айқайлаймын. Егер ешкімдікі болмаса, мен мамама беремін. Кейде папама беремін мүмкін. Өзіңе ше? Өзіме аз ғана аламын. Қанша? Мысалы 100. Мен одан артық алмаймын. Одан артық алсаң не болады? Одан артық алсам, мен оның бәрін жаратып алмай, үйде қалып кетуім мүмкін. Мен ақша жинаймын. Кейде соған саламын. Ата-анам меккеге баратын. Одан артылса, ата-анам жағдайын жасайды. Көп ақшаны табасам, мен анама беріп, анама керекті заттарды алып, анамның кредиті болса, онда кредиттер алатын едім. Үй жоқ адамдарға берем, денсаулықтары жоқ адамдарға берем. Көп ақша тауып алсам, енді оның егесіне апарып, немесе егесі жоқ болса, онда мына ақша кімдікі деп үш рет айтатын едім. Сөйтіп ешкім айтпаса, онда басқа бір жерге қоя салам. Өзің алмайсың ба? Хотя бы ішінен бір ақша алсайыншы. Жоқ, көп алмаймын енді. Қанша аласың? 5 мың, 10 мың. Сондай ақ кетесің, е? Соның өзі жетеді негізі. Продукт алып. Продукт алам. Көп ақшаға продукт аласың ба? Тағы не аласың? Машина. Машина? Ат аласың ба? Тамаша. Сөйтіп атты алып істейсің. Папа жастап істейді. Көп парқа барасың, е? Бірінші ата-анамнан сұрап көремін ғой. Осындай тауып алдым деп ситуацияны түсіндіріп беремін. Не істеймін деп, қайтадан орнына болып қоямын. Алайын ба деп. Бірінші ата-анамнан барып ақылдасам. Келсек, аламын егер ол әшейін бір жерде жатса. Аламын. Ояпыш, сен президентсің деп алайын. Сен президент болсаң, нені өзгертер едің? Мен бүкіл Қазақстанды әдемілетемін. Қалаларды үлкейтіп, дамытып, заманауи новый техника шығарып, сөйтіп әдемілетіп дамытатын боласың. Мен бірінші адамдар өзгертетін өйткені адамдар қалай ғой? Мысалы біреулер басқа жүріп кетеді, үй жоқтар да болады, соларға көмектесу керек. Бірінші өзімді өзгертетін. Өзіңді қалай? Өзім актриса болып, әдемі қыз болғым келеді. Соны президент болсаң өзгертесің, е? Президент болғым келеді. Басқа нәрселерді өзгертпейсің бе? Әкімдерді, депутат? Өзгертем. Не үшін өзгертесің? Өйткені олардың бәрі маған бағыну керек. Мен айтқанымды тыңдап, солай істеу керек. Жұмысын дұрыс атқармағанды, соларды жұмыстан шығаруым керек. Зорлық, бәрі? Иә. Ең бірінші спорт жағынан, қазір спорт жағынан мүлдем көңіл бөлінбей кетті десем де болады. Себебі баскетбол, волейбол жағынан спортта кешен өте аз. Осы Қазақстан бойынша мен білуім бойынша.
Екіншіден осы актер академия білім орталықтарын дамытатын көркететін. Біздің академия ақша беретін бе? Оны танамын. Қалған бәрі бөлек тастаймын. Әдемі гүлдер жоқ қалада? Қыдыратын жерлерде саябақтарда ғана Қай қалаға көңіл бөледі? бәрі ғана. Гүл егесін. Өйткені бір гүлді жұлса 9 миллион ақша істейсің, иә? Оған Түркістанда ғой. Гүлден басқа да саябақта тола жүреді ғой адамдар. Тағы да басқасының орнатасында құр жатқан Қазақстанның арасында құр жатқан жерлер бар. Ол жерге үй саласың, қайырымдылық қорына ақша салып, тағына үйсіз күйсіз жүргендер бар ғой, квартирада тұратындар. Соларға үй салып беремін да. Тамаша, өзі қаржы бөліп, Иә. Президент болсам енді бүкіл елдің әртүрлі жерлерін өзгертетін едім. Әкімдерді, депутаттарды өзгертіп, басқа жаңа депутат әкімдерді алатын едім. айлықтарын қанша қаласың? 150, 160, 200 кейбіреулер. Олар сол ақшаға қанағаттана ма? Иә. Кейбіреулеріне тіпті 300, 400. Біздің бағдарлама саған ұнады ма? Иә, ұнады. Не себеп? Өйткені сіздің бағдарламаңыз іші, бөлмелері күшті, сондықтан маған ұнады. Сұрақтарыңыз да күшті. Тамаша, Адина, сен де бізге қатты ұнадың. Ұнады, қызық, әрі көңілді. Келмей, ойланып, келсем бе екен, келмесем бе екен деп жатқан балақайлар бар. Сол балақайларға Жұлдыздар академиясы жайлы қандай кеңес берген болатын? Олар іштен қобалжитын болса, осыны тік қобалжудан қажет жоқ. Мен де мысалы өзім осыған келетін кезде қатты қобалжыдым. Бірақ түсірген кезінде қатты қобалжудан қажет жоқ. Тек қана шындықтарды айтып отырсаң болғаны. Келесі жұлдыз сіздің балаңыз болуы мүмкін. Жұлдыздар академиясы сіздерді күтеді. Рахмет. Ей, молодец.